Сәлеметсіздер ме оқушылар? Математика пәні бойынша сабағымызды бастаймыз. Сабағымыздың мақсаты қосудың ауыстырымдылық, терімділік қасиеттерін, көбейтудің ауыстырымдылық қасиетін тиімді есептеулер жүргізу үшін қолдану. 2-3 амалды жақшалы және жақшасыз өрнектердің мәнін табу. Балалар, біздің сабағымыздың тақырыбы өткенді бекіту және Қазақстан қорықтары тақырыбында сабағымызды бастаймыз. Балалар, сабағымызды бастамас бұрын мына ережені менімен бірге қайталаңыздар. Жақшасыз өрнектерде ең алдымен көбейту немесе бөлу орындалады және амалдар солдан оңға қарай орындалады. Ал жақшалы өрнектерде ең алдымен жақшаның іші, содан кейін сыртындағы амалдар алдымен көбейту немесе бөлу, содан кейін қосу мен азайту амалдары орындалады. Жарайсыздар балалар, ендеше біздің тақырыбымызға байланысты мына видеороликті қараңыздар. Ақсу жабағалы қорығы. Ең үлкен және өте әдемі құстардың бірі сонда мекендейді. Жалпы ол құстарға бай қорықтардың бірі. Арқар мен тау-текелер таулардың жартастарын мекендейді. Оларға қауіп төндіруші қар барысы. Қазақстандағы мысық тұқымдасының ең ірі түрі. Қорықтың біраз ауданын ормандар алып жатыр. Жарайсыздар балалар, ендеше Қазақстанның қорықтарындағы мекендейтін жануарлар жайлы айтып өтейік. Қазақстан жеріміздің батыс Алтай мекендерінде бұғы мекендейді. Марқаралы мен Алакөл аралығында аю мекендейді. Алматы жерлерінде жабайы мысық мекендейді. Қаратау, Ақсу жабағалы мекендерінде жолбарыс мекендейді. Барса келмес елдерінде киік мекендейді. Үстірт елдерінде тауешкі, бүркіттер мекендейді. Наурызым елінде, Наурызым қорығында көкқұтан, тиындар мекендейді. Және Қорғалжын елді мекенінде тырналар мекендейді екен. Ендеше балалар, тапсырмаларымызды орындап бастайық. Біздің бірінші тапсырмамыз суреттегі өрнектердің мәнін тауып, өз суретімен орналастырсаң. Балалар, біздің бірінші тапсырмамызда шарт есептер берілген екен. Ендеше А нұсқасының қалай шығарылғанын қарайық. А нұсқасында құлан 3, төлі белгісіз, бірақ құланға қарағанда 3 есе артық дейді. Сұрағы, төлдердің нешеуі артық? Енді балалар, шешуін шығару үшін біз алдымен құлан мен оның төлдерінің 3 есе артықтығын бір-біріне көбейтіп аламыз. Және оның мәнінен қайтадан құланның санын азайтамыз. Сонда бізде төлдердің нешеуі артық екені шығады. Яғни 3 пен 3-тің көбейтіндісінің мәнінен 3-ті азайтамыз. 3-ті азайтсақ, мәні 6-ға тең болады екен. Сонда жауабы балалар, төлдердің 6-ы артық. Ә нұсқасында аққу 18, ал қарақу белгісіз. Бірақ аққуға қарағанда қарақу 3 есе кем. Балалар, бұл жерде барлығын табуымыз керек екен. Балалар, біз барлығын табу үшін алдымен қарақудың неше екенін тауып алуымыз керек. Яғни 18 бен 3-тің бөліндісінің мәніне 18-ті қайтадан қосамыз. 18 бен 3-тің бөліндісінің мәні 6-ға тең. Ал 6 мен 18-дің қосындысының мәні балалар 24-ке тең екен. Сонда барлығы аққу мен қарақулар 24 дана.
Келесі балалар, Б нұсқасы мен Ә нұсқасын дәптерлерімізді ашып, күннің жадын жазып, 13 наурыз сынып жұмысы деп жазып, Б нұсқасы мен Ә нұсқасының шешуі мен жауабын жаза қойыңыздар. Екінші есеп. Амалдардың орындалу ретін анықтап, мысалдарды есепте дейді. Балалар, бұл жерде орындалу ретіне байланысты есептерді шығарып, мәнін жаза қойыңыздар. Үшінші тапсырма. Салыстыр. Бұл тапсырманы салыстырып, дәптерлерімізге жазамыз балалар. Және де балалар, үй тапсырмасына өрнектер құрастырып, олардың мәнін тап дейді. Үй тапсырмасына 5-ші есепті аламыз. Өрнектерді құрастырып, олардың мәнін тауып, дәптерімізге жазғанда жазу ережесін сақтай отырып, әдемі етіп, көркем етіп жазамыз. Сау болыңдар балалар.